Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Солға бұрылған кезде ақ көлік жүргізушісі жол береді. Яғни мынаны айтып тұр. Легковойға. Ал қарайық, мынаның алдында мынандай знак тұр ма? Знак тұр ма? Главный. Главная дорога. А там уступи. Значит, главный дорога былай қарай кетіп жатыр. Автобус Я. главный. Екеуінікі де главный получается. Бірақ автобустың оң жақта кедергі бар. Иә? Сондықтан автобус мынаған жол береді. Сонда жауап қандай болады? Ешкімге жол бермейді. Д деген болады. Дұрыс. Мына жерде де айтып тұр. Келесі сұраққа көшейік. Жарқылдауық маяғы қосылған және арнайы дыбыстық сигналы бар жедел жәрдем автокөлік жақындаған кезде жаяу жүргіншілер. То есть бұл жерде жасыл жанғанмен жаяу адамдар мына машинаны көргенде не істеу керек? Жол беру керек. Өйткені төбесін жағып және арнайы дыбысын қосып келе жатыр. Так, жол береді дейді. Өте дұрыс екен. Егер дұрыс болмаса қызыл жанады. Келесі сұрақ. Цифрлар мен әріптер нені білдіреді? Жолдағы жолдың номерін. Жолдың номері бар ғой. Немесе жолдың маршруты, немесе номері. Адасып кетпеу үшін ғой, жүріп қайтқанда көп айтамыз. Келесі. Егер сіз сол жерде тұрсаңыз, қиылыстан оңға бұрылу рұқсат ете ме дейді. Осы жерде мына знак бар. Жоқ дейді ғой. Болмайды, значит оңға бұрылуға болмайды. Бізге айтып тұр ғой мынаған. Так, тыйым салынған төтенше жарық дабылын қосып. Төтенше болса, болмайды, тыйым салынған. Так, келесі сұрақ. Тезегіш жүйесі жұмыс істемейтін көлік құралын сүйретуге рұқсат етіле ме? Егер бұл көліктің құралының нақты массасы сүйретуші көліктің нақты массасының жартысынан асса, рұқсат етіледі, тыйым салынады, тіркеме жылдағы 30-дан. Егер көліктің тезегіші жұмыс істемесе, арт жақтағы сынып қалған. Әрине, оны біз қатты темірмен сүйреуіміз керек, бірақ оның массасы 2 есе аз болу керек. Егер ол жартысынан асып кетсе, онда тыйым салынады. Мына жерде 30 км дейді, негізі 50-мен жүре беруге болады, бұл жерде тыйым салынады деп қойсақ болады. Өйткені арт жақтағы машинаның салмағы жартысы ғана болды. Өйткені ол артынан итеріп жүреді ғой, тормоз жоқ қой. Ары қарай кеттік. Мынау не дейді? Берілген жағдайда ақ түсті автокөлік жүргізуші. Яғни мынау ғой. Алдында знак тұр. Знак тұр. Уступиді. Мына знактың негізі бұл жерде керегі жоқ. Мына знак жол береді деген сөз. Мына жерде не дейді? Қара түсті көлікке жол береді. Дұрыс. Велосипедшіге жаяу жүргіншілер өткелінде жүруге рұқсат бере ме? Болмайды, біз білеміз, велосипед ол жаяу жүретін адамдардың несімен жүруге болмайды, пешеход. Түсіп қалып жаяу өту керек. Тыйым салынған дейді. Ары қарай кеттік. Тығыз көлік легінде жүру кезінде сізге қандай жылдамдық анағұрлым қауіпсіздік қамтамасыз етеді? Сұраққа түсіндік па? Тығыз көлік легінде деген, яғни плотный поток, машиналар көп. Сондай кезде қандай жылдамдық қауіпсіз дейді. Енді біз көліктер қандай жылдамдықпен келе жатыр, сондай жылдамдықпен жүреміз, одан артық жүре алмаймыз, кем жүре алмаймыз. Сол лектің орташа жылдамдығына бағынамыз. Солай ғой. Орташа жылдамдық шамалы жоғары дейді. Мынау не дейді? Шамалы төмен дейді. Соған тең. Қандай жылдамдықпен олар келе жатыр сол? Мысалы, бір тамшы су бөлек ақпайды ғой. Жалпы су қалай ағады ғой. Солай. Ары қарай кеттік. Қызыл көлік жүргізушісіне көрсетілген жерде аялдауға рұқсат ете ме? Екеуінің арасы 4 метрсе, онда болады ғой, себебі 3 метрден аз болса болмайды. Жаңағы қоқыс тастайтын пожарный машиналар, солар автобус арасынан өтіп кетеді ме? Олар өтіп кетеді. 3 метр болса болды, өтіп кетеді. Мына жерде 4 метр. Яғни рұқсат. Ол көп жазып тұр оны жерге. Целый роман.
Мен айтқам көз жазуларым бәрі ешкім оқымайды. Так, ары қарай кеттік. Жүргізушілердің ішкі істер полиция органдары қызметтерінің көлік құралын тоқтату туралы заңды талабын орындамауы әкеп соқтырады. Ну, егер олар арт жақтан келіп айғайлап қойып, тоқта, тоқта деп тоқтамай кете берсек, онда 10 айыппұл, 10 айлық көрсеткіш мөлшерінде. Бұлар енді өзгеріп отырады. Көрме, мен қате жібердім, көрдік па? Яғни өзгерген. 40 айыппұл өте көп қой, өзгерген. Жақын арада өзгереді деген өзгеріпті ғой. Немесе 3 тәулік қамауға алынады. Көрдік па? Енді 40-та біз көбейтеміз. Қазір 1 айлық көрсеткіш қанша екен, бухгалтерлер біледі. Қанша екен қазір? Соған көбейту керек та 40-та. Өте үлкен ақша ғой. Еще немесе дейді, немесе ақшаң жоқ болса 3 күнге қамап қояды. Сондықтан полиция тоқтатса тоқтау керек, Иә. Тоқтау керек, значит. Мына суретті қайда жіберсем екен деп отырмын. Тұра берсін жарайды. Берілген белгі. Мына белгі нені білдіреді дейді. Жаяу жүргіншілер өткеніне жақындаған туралы ескертеді. Дұрыс қой, Иә. Тыйым салмайды, ескертеді. Аялдауға тыйым салынады. Қарайық. Жаяу жүргіншілер өткелінде және олардан 5 метрден жақын жерде. Аталған барлық жағдайда темір жол өткелінде. Екеуінде де ғой. Темір жолдың үстінде тоқтап тұруға болмайды. Жаңа сызық зебраның үстіне немесе одан 5 метр жақын болмайды. Яғни екеуінде. Дұрыс екен. Ары қарай кеттік. Көрсетілген белгілердің қайсысы бір жақты жүру жол учаске туралы хабарлайды. Бір жақты. Односторонний. Мынау ғой, 5 жағы. Жоқ, бұл тура жүру керек деген сөз. Жол қиылысында тура жүру керек. Анау односторонний, да. Односторонний, мынау ғой. Значит, 3. Басқасынан жоқ бұл жерде. 3 деген тауып алайық, мынау екен. Ары қарай кеттік. Көлік құралын 4 сағат бойы жүргізгеннен кейін қанша уақыт демалу керек? Кем дегеннен 30 минут шығар, енді 60 минут көп, 90 минут тіпті көп. 4 осыдан бұл деген жаңа еңбек заңында жазылған. Дұрыс, кем дегенде 30 минут демалу керек. Енді ол бізде ешкім демалмайды ғой, жүре береді ғой. Европада қатты талап етеді, тахограф деген бар ғой. Тахограф деген естіңіз бар ма? Сол жерге жазылып тұрады да бүкіл ақпарат. Егер оның талабын орындамасаң, кейін не алады да, штраф төлетіп сондай. Келесі 15-ші сұраққа көшейік. Бұл белгі не тыйым салады? Қандай көлікке тыйым салынады? Нақты салмағы 7 тоннадан асатын, рұқсат етілген максимал салмағы 7 тоннадан асатын. Рұқсат етілген 7 тонна, бірақ ол самом деле қанша қазір нақты білмейміз ғой. Яғни нақты салмағы. Көпірдің алдында знак тұрса. Сосын автомобильдің рұқсат етілген салмағы 7 тонна, бірақ ол пустой. Ішінде зат жоқ. Мысалы. Мынау болу керек, Дұрыс. Келесі сұрақ. Қиылыстарда 2 жолақты жолмен келе жатып басып озуға рұқсат етіледі ме? 2 жолақты. Но біздің ереже бойынша, егер біз басты жолмен келе жатсақ, светофор жоқ жерде. Онда болады деп айтылған. Оқып көрейік. Реттелмейтін көше қиылысында басты жолмен жүріп келе жатқан кезде, егер қиылыста басты жолдың бағыты оңға солға өзгермесе, тура кетіп баратса, болады дейді. Біздің заң бойынша осылай. Бірақ мен қауіпсіздік негізі бойынша айтқам, мүмкін дегенше жол қиылысына озбай ақ қойыңдар дейді. Өйткені қауіпті. Адам жүгіріп шығуы мүмкін, самокат, тағы бірдеңе. Бірақ заң жүзінде рұқсат етіледі, егер главный жолмен жүріп келе жатсақ деп айтамыз. 17-ші сұрақ. Енді медицина сұрағынан да қате кетеді. Жаңа административный штрафтан кетті, сол сияқты мындан да кетіп қалуы мүмкін, өйткені оның медицина сұрақтары. Зардап шегушінің қолындағы жарақаттан шыны сынығы шығып тұрса, не істеу керек? Шыны сынығын алып тастаймын дейді, шыны сынығын орнына қалдырамын дейді, ортаға қарай батырып жіберемін дейді. Шыны үстіне тығыз таңғыш салып байлаймын. Бөгде зат айналысында медицина сұрақтарын білеміз ба?
бөгде зат айналысына ашылмаған таңғышпен жол саламын немесе дөңгелек орамалмен ораймын. Короче, қолдан әйнек шығып тұр ғой. Не істеймін дейді. Алып тастаймын. Негізі медицина алып тастауға болмайды дейді. Солай ғой, әйнекпен қосып таңып тастау керек деп жатыр. Үшіншісінде бөгде зат дейді. Айналасына ашылмаған таңғышпен, ашылмаған таңғышпен. Оны қалай түсінуге болады? Жол саламын дейді. Бұл дұрыс емес, үшіншісі деген непонятно. Бірі ма дұрыс па, екінші дұрыс па? Это ойын. Атаның приз. Енді мен Оның үстіне таңғыш байлауға болмайтын шығар, аха, оның үстіне қалай таңғыш байлаймыз? Негізі мен медицина сұрақтарын білмеймін, бірақ айту бойынша зақым түспеу үшін әйнекті кесудің керегі жоқ дейді. Енді осыны басып көрейік. Қызыл болса, оған ештеңке емес. Көрдік па, қызыл болды. Самый қызығы үшінші жауап екен. Енді бұның астында несі жоқ, сипаттама жоқ дейді. Сипаттама болған жақсы еді, не үшін екен? Медицина сұрақтарын әрине оны қосымша оқу керек. Енді бұл кез келген жүргізуші мысалы үшін оны білмейді, менің ойымша. Не істейді? Әйнекті алып тастасаң тоже болмайды дейді. Заряжение болуы мүмкін. Бөгде зат айналасына ашылмаған таңғышпен жол саламын дейді. Яғни онда ағасы әйнек тұрып тұрса, чтоб ана әйнекке батпайтындай бір сол қатты қылдырып қойып, соны сыртынан орайтын болып тұр ғой. Бұрын деген былай деп жазатын. Мынау соны айтып тұрған шығар. Ана жараның әйнек кіріп кеткен жердің айнарасын обработка дейсіз ғой, жаңа немен. Бірдекемен йодпен ба бірдекемен. Сөйтіп байлап қою керек па сондай? Сондай шығар деп ойлаймын мына жерде, бірақ жауабым бойынша давайте орысшасын тыңдап көрейікші не дейді. Вокруг инородного тела создам прокладку из неразвернутых бинтов, либо скручу косынку. Видимо, осы жауап дұрыс медицинада. Вокруг деп тұр, бұрында солай болатын. Вокруг раны обработать деп жазады бұрынғы кезде. Обработать вокруг раны. Енді бұл рана емес, әйнек кіріп кетті ғой. Есте сақтайық. Мен өзім айтамын, медицина сұрақтарын жаңағы айыппұлдарды таза жаттап алу керек деп ойлаймын. Өйткені олар өзгеріп тұрады. Кейде алып тастайды, кейбір сұрақтарды басқа сұрақтар қояды. Медицина сұрақ өте көп. Негізі өте көп. Негізі керек емес еді сонша сұрақ қойған. Амал жоқ, қосып тастаған. Келесі сұрақ. Енді бұл ережеден, қазақшасын қояғы. Жол белгісі нені білдіреді? Нені білдіреді мына жол белгісі? Кірпіш түсіп кетеді басыңа деймі? Кейбір кірпіш дейді ғой мына. Ары қарай жүрсең кірпіш түсіп кетеді. Жүруге болмайды. Ары қарай бар. Көлік құралына қозғалысына тыйым салынады, көлік құралына кіруге болмайды. Кіруге болмайды. Кіруге болмайды. Өте дұрыс екен жауап. Келесі сұрақ. Қандай бағыттар бойынша сол жақ жолақпен жүруді жалғастыруға болады? Егер рұқсат етілген ең жоғары салмағы 3,5 тонна немесе одан аз болса да, енді мынау енді 3,5 тоннаға жетпейді деп тұр ғой, енді газель ғой. Қандай бағытқа жүре беруге болады? Тура және оңға, да? Мұқият болайық. Мына знак айтып тұр, тура және оңға 3,5 тоннадан асып кететін көліктерге деп айтып. Именно соларға тура және оңға дейді. Енді сұрақта айтады, бұл 3,5 тоннаға жетпейді дейді. Салмағы 3,5 тонна немесе одан аз дейді. Одан аз. Яғни мына знакқа ол бағынбайды. Енді мұқият болайық. Бұл жүріп келеді екінші жолақпен. Екінші жолақтан оңға жүруге бола ма? Болмайды. Екінші жолақтан тура жүрсе болады. Тура және солға бұрылса болады. Немесе кері айналып кетсе болады. Сондай жауап бар ма? Түзу солға және кері дейді. Осыны басайық па? Басайық. Дұрыс. Түсіндік қой, не екен? Ағана төбеде знак тұр ғой, который оңға бағыт көрсетіп тұр ғой, қалай түсінуге болады соны? Бұл знак тура және оңға жүру керек, барлық машинаға емес дейді. Салмағы 3,5 тонна асып кететін машиналарға. Мына қосымша тақпаша тұр, табличка. Астында тұр табличка. Ауыр машина, КамАЗ сияқты машиналарға дейді. Тура және оңға дейді.
мынау енді сұрақты айтып тұр, 3,5 тоннадан аз деп тұр ғой, мысалы. Значит, газель сияқты машина. Бұл знак, значит, мына знакқа қатысты емес мына машина. Бірақ енді неге оңға жүруге болмайды? Өйткені Екінші полосада. түсінікті ма? Ал кеттік ары қарай. Так, не дейді? Берілген жағдайда қай көлік құралы жол беру керек? Так, мына знак нені білдіреді? Мынау тауға қарай келе жатыр. Алдында кедергі тұр. Егер ол тау болмаса, түзу жол болса, онда мынау мынаған жол береді. Бірақ өрге қарай шыққан машина қиын ғой. Сондықтан жеңілге береді. Жеңіл машинаға. Так, қай көлік жүргіші жол беруге тиіс? Значит, жүк көлігі жол беруге тиіс. Дұрыс екен. Сұрақтардың көпшілігі өзгеріп кетті. Я жаңа қыз айтқаны рас екен. Сұрақтар ағай өзгеріп кетті ғой дейді. Негізі правила өзгермейді ғой, правила бірдей. Правиланы білсек, өз сұраққа жауап бере береміз. Түнгі уақытта өрлеудің төбесіне жақындаған кезде жүргізуші ұсынады. Яғни біз түн ішінде келе жатырмыз, жаңа тауға қарай. Тауға ең төбесіне жете бергенде ұсынылады дейді. Яғни дальныйды ближнийға ауыстыру керек. Жаңа орысша төсіргішке жасап едім. Иә, дұрыс. Алыс жарық шамдарын жақын жарық шамдарына ауыстырып қоспау дейді. Неге қоспау? Қосу бұл. Мына жерде, наверное, орысшасын қояйын, мына жерде кішкене переводта қате кетіп қалған. Не переключать дейді. Дальний на ближний. Всегда переключать дальний на ближний. Переключать дальний свет на ближний только при появлении встречи. В любом случае, ауыстыру керек, потому что бар ма машина, жоқ па білмейміз. Иә. Өте дұрыс екен. Значит, қазақшасында не дейміз? Әрқашан қосамыз дейді. Біріншісінде қоспаймыз. Қоспау дейді. Өзіміз білеміз деп тұр, короче. Ары қарай кеттік. Қызыл көлік жүргізуші қиылыстан өткен кезде жол береді. Қарайық, мұқият қарайық. Мына көліктің значит, главный мынау деп тұр, мына жол главный. Одан басқа кім тағы главныйды? Ақ машина главный, трамвай. Бұл трамвай. Егер трамвай мен автомобильдің құқықтары бірдей болса, онда трамвай басымдылыққа ие болады. Мынаның басымдығы жоқ, өйткені бұның оң жағында кедергі бар. Бұл оң жақтағы машинаны жібереді, мына машина. Трамвай жол бермейді. Сондықтан тек А деген трамвайға жол береді екен. Дұрыс қой? Мына екеуі тұрады, өйткені оларды второстепенный. Жүріп барады, тәртіпсіз трамвайда жүріп барады. Ары қарай кеттік. Так, мына белгі нені білдіреді? Берілген жағдайда жеңіл көлік жүргізушісіне басып озуға бола ма дейді. Мынаның астында, мына знактың астында тағы да қосақ, көрдік па, екі стрелка тұр екі жақта. Ол екі стрелка нені білдіреді? 300 метр бойы асуға болмайды. 300 бойы, осы жерден бастап 300 метрге дейін тыйым салынған аймақ. Яғни озуға қазір болмайды. Болады, қашан 300 метрден кейін болады. Мына жерде сұрап тұр, қашан рұқсат береді дейді. 300 метрден кейін ғана рұқсат береді. Солай ғой? Дұрыс. Келесі сұрақ. Так, баланы алдына отырғызып қойыпты. Болмайды ғой? Балаларды осы жолмен тасымалдауға рұқсат етіле ме дейді. Болмайды, өйткені біріншіден соғылса не болады? Ол қауіпсіздік белдігін тақпайды. Балаға қалай тағады? Өз денесімен баланы қысып тастауы мүмкін. Мына жерде подушка безопасности бар, ол шығып кетеді. Яғни былай, мен бір адамға сұрағам, неге баланы алдыңға алып алғасын десем, бізге болады дейді. Сонда кім олсын? Полицияда жұмыс істей ма, кім бірдекен айтып тұр, бізге болады. Сонда біздің адамның ойы неде? Мен полицияға қорықпаймын, жүру. Енді Алладан қорқамыз, авариядан қорқу керекпіз. Кішкентай балалар, кішкентай кезден балаларға айту керек. Өйткені балалар кішкентай кезден тыңдайды ғой. Болмайды, жүруге болмайды, арт жаққа десек, ол үйреніп қалады, отырмайды. Менің де балаларым өсті ғой. Ешқашан алдына отырғызар емеспін. Мен қызым күтіп жүрді, қашан 12-ге толады. Қалай 12-ге толды, сол күні отырып алды ғой. Күтіп жүрді. Болады деген. Так, сонымен рұқсат етіледі, тыйым салынады. Ары қарай кеттік.
жеңіл автокөлік жүргізушісіне оңға бұруға рұқсат етіле ме дейді. Мынау белгі деген мына жерде тұр ғой, жүк көліктерінде болмайды деп тұр. А мына белгі нені айтады? Бұл кеңес береді. Көрінбейді аға. Көрінбей ме? Неге көрінбейді? Менікі телефоннан ғой, алыста болып тұр. Так, енді өкінішке орай үлке айта алмаймын. Егер мен өз телефонымнан болса, мен бүйтіп экранды көйтетін едім да. Алақанмен басып. Мынау енді жүк көлігі тек қана мынау рекомендуемый направление. оңға деп тұр ма? Солға деп тұр, бұл жерде сұрақ құрап тұр, сұрақ қойып тұр. Мына машинаға оңға бұрылуға бола ма дейді. Әрине бола береді. Бұл жерде сұрап тұрғаны, мына бір знакты көріп шатысама деп тұр ғой. Мына жерде тұрған белгі ол жүк көліктеріне міндетті түрде емес, кеңес береміз солға жүруге деген сөз. Ол мынаған байланысты, мына знакқа байланысты. Мына жерде жүк көлігіне ары қарай баруға болмайды ғой. Енді ол ар жаққа бару керек, сол жаққа задап бару керек. Не істейді? Сол кезде мына белгіні қойып қойған. Сізге кеңес беремін мына жаққа бұрылуға дейді. Значит, айланып баратын жол бар деген сөз. А енді ол жеңіл машинаға абсолютно қатысы жоқ. Солай ғой. Сондықтан жеңіл машина оңға бұрылуға бола ма? Сразу бұрылып кетті. Тәуліктің қараңғы уақытында өрге көтерілуге жақындаған кезде сұрақ болдыңыз ба? Не істеу керек? Жаңа болды. Өрге көтерілуге жақындаған кезде ұдайы дейді. Үнемі деген шығар. Қашан қосылды? Тек қарама-қарсы машина шықпаса болды, көзіне шағылса да. Сондықтан төбеге жете бергенде уже білезін свет қосып қою керек қой. Өкінішке орай олай істемейді бірақ. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Енді қарап, бұл жерде ешқандай знак жоқ. Қызылдың оң жағында кедергі бар, Мына сұр машинаның артының оң жағында кедергі бар. Яғни қызыл көлік өтеді, соңғы болып өтеді ғой. Тура кетіп бара жатыр ма? Тура кетіп бара жатыр, өйткені поворот жанып тұрған жоқ. Яғни соңғы өткенде бірінші автобус өтеді, мынау өтеді, үшінші өтеді. Сонда тек жеңіл автокөлік кімге жол береді деп тұр? Кімге жол береді? Мына автокөлікке жол береді. Тек жеңіл көлікке дейді. Ал енді кетті. Келесі сұрақ. Медицина сұрақ. Сынық деген не? Ол не сынық деген? Оң қызметінің бұзылуына тудыратын буындардың физиологиялық қозғалыстан тыс сүйектері біріктіріп тұратын буын ұштарының орнын таюы. Сүйекке травмалық фактордың құлау немесе қатты соғу әсер етуінің нәтижесінде сүйек бүтіндігін бұзылу. Осы шығар, қалай? Осы ғой осы, Осы шығар, Неужели медицинаға дұрыс жауап бердік, Ары қарай кетейік. Көліктерге тротуарларда немесе жаяу жүргіншілер жолында жүруге рұқсат бере ме? Көліктерге. Жаяу жүргіншілер тротуармен жүруге бола ма? Болмайды. Немесе жаяу жүргіншілер жолдарымен жақында орналасқан сауда. Яғни, егер тротуар кең болса, және өз жерде бір магазин тұрса, соған товар алып баратқан. Егер басқа адамдарға қауіп төндірмесе деп айтқанымыз, осы ғой. Так, тіркеп сүру арқылы сүретіліп келе жатқан жеңіл көлікпен адамдар тасуға бола ма? Сүретіліп, яғни арт жақтағы машинаға адам отырғызуға бола ма? Болмайды ғой, тіркеме сияқты ғой, тіркемеге адам отырғызуға болмайды. Қате дейді. Тіркеп сүретіп. Бағана бір сұрақ жасадым орысшаға. Тоже тыйым салынады дедім, бірақ рұқсат етіледі деп шықты. Егер де ол көліктің массасы азырақ болса деп. Негізі болмайды. Мына жерде өте қате кеткен. Жол жүру ережесінде қандай? Мына жерде айтып тұр. Жауабында бүйтіп жазып қойыпты. Тіркеп сүйрету қатты немесе иілгіш илмекпен жүзеге асырылған кезде адамдардың сүйреткіш жеңіл көлікке тасымалдауы. Егер арт жақтағы гибке деген трос адамды салып алсаң, ол деген тайып кетіп ұрылса, ол қауіпті ғой, ішіндегі адамдар қайтыс болып кетуі мүмкін. Не в коем случае кез келген прицепке тіркеме, ол сүйретіліп кетқанда прицеп қажет. Адам отырғызуға болмайды.
Мынау не? Автомагистраль. Осы жол белгі деген береді. Автомагистраль. Не дейді тағы? Дұрыс. Автомагистраль. аяқталды. Аяқталды, сапты. Иә, дұрыс. Мен қате жібердім. Аяқталды ма? Ары қарай кеттік. 40 сұраққа дейін барайық. Сіз келі бұрылуды орындай аласыз ба? Мына знакқа байланысты айтып тұр ғой. Бұл знак нені айтып тұр? Тек тура деп тұр. Есімізде ме? Бұл белгі, егер біздің жол қиылысымызда екі бөлік болса, қай бөлікке қойылған, соған ғана жауап береді. Бірінші қиылысқа, значит, екімен бұрылуға болады. Қайтуға болады. Яғни Б-дан бұрылып кетсек болады. Тек Б дейді, соны қояйық. Дұрыс. Келесі сұрақ. Қара автокөліктің жүргізушісі бұрылуда орындаған кезде. Мынау ғой. Енді қарайық. Мына көлікке не жанып тұр? Негізгі сигнал. Қазір телефоннан көрінбей тұр ма? Қызыл жанып тұр. Негізгі сигнал қызыл. Қосымша стрелка жанып тұр. Яғни мына көлікке оңға бұрылуға болады. Енді правилаға сүйенетін болсақ, егер сіздің бағытыңызда негізгі сигнал қызыл болса, яғни басқа бағытта негізгі сигнал жасыл деген сөз. Яғни қара машинада негізгі сигнал жасыл жанып. Сондықтан қара көлік жүргізуші бұрылу кезінде басымдылығы бар. Бірінші болып өтеді дейді. Осы жауап дұрыс. Түсінікті ғой, түсінікті. 34-ші сұрақ. Жеңіл көліктің жүргізушісіне реттеуші осы тұрысы оңға бұрылуға рұқсат бере ме? Кімге? Жеңіл көлік мынаған ғой. Болмайды. Өйткені ол немен тұр? Кеудесімен тұр. Қолын екі жаққа созып тұр. Яғни бұл тыйым салатын сигнал. Болмайды. Тоқтап тұру керек. Ол егер иығымен бері қарай бұрылса, оң немесе сол жақ иығымен, немесе оң қолын бізге қарай созса, мұнда әрине бұрыламыз. Дәл қазір болмайды. Келесі сұрақ. Бұл таным белгісі қалай аталады? Бұл машинаның алдына артына жабыстырып қояды. Қандай зат таситын машиналарға? Қауіпті заттар. Қауіпті заттар, қауіпті жүк деп жазып қойды. 36-ші сұрақ. Тоқтағаннан кейін жүре бастаған автомобиль жанынан жүріп өткен кезде. Тоқтағаннан кейін жүре бастаған автомобиль жанынан жүріп кеткенде. Жылдамдықты азайту және жеткілікті қауіпсіз белгілі аралықты қамтамасыз ету, сол жылдамдықпен жүру, жалғастыру дейді. Әрине, жанымыздағы машина жүре бастаса, негізі ол машина келе жатқан кезде ол да абай болу керек, айнаға қарау керек. Бірақ біздікілер жүре береді, таксилер бар ғой бізде. Сен жанынан өтіп барсаң қозғалып кетеді. Сондай кезде не істеу керек деп тұр ғой. Жылдамдықты азайтып мүмкіндігінше қауіпті арадағы қашықтық, бүйірдегі қашықтықты қамтамасыз. Қауіпсіз, яғни тиіп кетпеу үшін. Соны айтып тұр ғой. Жауап 1. 37-ші сұрақ. 37-ші сұрақ. Жоғарғы жылдамдықпен жүрген кезде сізге руль дөңгелегі дейді. Руль дөңгелегі деген, значит, рульді айтып. Жоғарғы жылдамдықпен жүрген кезде рульді не істеу керек дейді. Бір қалыпты басқару ұсынылады, өйткені дөңгелекті шамалы бұру траекториясы қатты өзгертуі мүмкін. Шиналарды жолмен ілесу жақсарту үшін рульді дөңгелегін солға оңға әрі-бері бұра беру керек дейді. Алақанмен бұру керек дейді ме? Негізі қатты жүрген кезде рульді әрі-бері есір басып бұра бермей деп тұр ғой. Малейший кішкене бұрып қалсақ, машина траектория өзгеріп кетуі мүмкін дейді. Солға айтып тұрған. Дөңгелекті бір қолмен ұстау керек дейді. Сол айтып қоймай үшін алақанмен ұстаңдар деймін, алақанмен. Алақанмен ұстауға бола ма? Алақанмен ұстамаймыз, кәдімгі былай ұстаймыз, қысып ұстаймыз. 38-ші сұрақ келесі. Қандай көлік құралына қызыл сары жарқылдауық маяк қолданылады? Мынандай сары қызыл. Күзет қызметкерлер байқаған шығармыз, күзет қызметкерлерінде бар.
Жедел және арнайы қызметкерлер. Жедел жәрдемде жоғарыда көк, сары емес, ол жер көк, қызыл. Жол жұмыстарын жасайтын. Олар да сары. Яғни осы 1 мен 3. 1 мен 3 получается, да? Яғни не дейді? 1 және 5. Мынау 5 деген не пілі? 5-ші жауап па не? 1 және 3. Осыны қояйық. Дұрыс. Так, 39-ші сұрақ. Жүргізушілердің қайсысы автомагистральда тоқтау тұру ережесін бұзды? Сары. Екеуі де Анау тоқтап тұрма не? Негізі автоарнада тоқтауға болмайды, вообще болмайды. Автомагистральда тоқтауға болмайды дедіңіз ғой. Егер бұзылып қалса, жарайды. Бұзылып қалса аварийка жағып тұрамыз, знак қоямыз. Не жауап не дейді? Көп, ешкім бұзған жоқ, сары бұзды, екеуі де бұзды. Екеуі де болмайды. Көпте тоқтап тұр, да? Екеуі тоқтап тұр. Арнайы мынандай алаң бар ғой, алаңға барып тоқтау керек. Және соңғы сұраққа жауап берейік. 5 минут, хотя 5 минут бар екен, 5 минут біткенде жауап бере берейікші. Келесі сұрақ. Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік есірткілік және басқа да жаңағы мас қылатын нәрсемен неге әкеп соқтырады дейді. Егер біз ішімдік қолданып, или там нашақорлық деген пайдалансақ есірткі, онда болса 2 жыл. Так, 2 жыл құқығынан айыру дейді, көлік жүргізу құқығын 7 жылға және 15 күнге қамау. Осы дұрыс. Бұрын деген не болатын? 3 жыл дегендер болатын баяғыда. Ал қазір өзгерді. Көрдік па? 7 жылға. Праваны 7 жылға алып қояды және 15 күнге қамап қояды дейді. Яғни осы жол дұрыс.